Бақтыңыз сәлем достар, сіздермен мен Darkmaizer. Бүгін бізде екінші сабақ. Екінші сабақта мен сіздерге ликвидность және имбаланс не екенін айтатын боламын. Ал ендеше бірінші бұл ұғымдармен таныс болайық. Ликвидность дегеніміз не? Ликвидность дегеніміз белгілі бір бағаға влияние жасамай сатып алу немесе сату. Ал имбаланс дегеніміз ол ценовая неэффективность, яғни рыночный ордерлар мен басқа ордерларды басып өтіп, ол жерде басқа рыночный игроктардың ордерларын қалдырып кеткен кезде ценовая неэффективность пайда болады. Ал ендеше графикқа көшейік. Ликвидность бізде қалай көрінеді? Жалпы түсінік бізде көбінесе ликвидность ол стоп-лосстар. Яғни стоп-лосстар орын алған кезде бізде рыночный ордерлар орындалып, бізде сол моментте үлкен ликвидность пайда болады. Себебі ол орындарда ритейл трейдерлардың стоптары тұрады. Ол стоптарды крупняк, яғни крупный игрок өзінің позициясын набирать ету үшін қолданады. Мысалға, қараңыздар. Бізде дневной график, бізде ең бірінші, мына жерден мысал келтірейін сіздерге. Бізде ликвидность обычно үлкен фитильдардың арт жағында тұрады. Яғни мысалға, мына жерде қараңыздар, shift-ті басып тұрып соссақ, мына жерде бізде үлкен стоп-лосстар болған, яғни көптеген стоп-лосстар болған ритейл трейдерлардың. Сол жерге бізге баға қайтадан оралып, осы сол стоп-лосстар шешіліп, бір какой-то крупняк делік осы жерден позициясын набирать етіп, ары қарай төмен қарай түсті. Яғни бұл жерде бізде осындай манипуляция болды. Тағы сол секілді төменгі жақтан бізде ликвидность, мінекей, төменгі жақтан шешіп, ол осы мына үстіңгі ликвидностьқа кеткен болатын. Себебі мына жерде бізде көптеген стоп-лосстар тұрған осы жерлерде. Бізде рынок әрқашан от ликвидности к ликвидности қозғалады. Сондықтан байқасаңыздар, бізде ең бірінші ликвидность шешілгеннен кейін бізде баға үстіңгі жаққа қарай өсті. Одан кейін үстіңгі жақтың ликвидностьін шешкен соң баға керісінше төмен қарай кетті. Яғни ликвидность алған кезде, осындай манипуляциялар болған кезде, бұл бізде топливо секілді елестетсек те болады. Осы моменттерде біз позиция ашуға, яғни осындай переменныйлар, осындай бізге подтверждениялар іздейтін боламыз. Тағы да сіздерге мысалдар көрсетіп жіберейін, кішірек диаграмдарға өтейік. Мысалға мен кеше өзім торговать еткен момент, яғни мен бұл жерде тағы да бір платформаны қолдандым, яғни ол бізде CoinGlass-тан мен көптеген ликвидность, яғни стоп-лосстар қай жерде тұрғанын мен қарадым. Ол стоп-лосстар бізде мына жерде жиналған болатын, яғни мынау міне ликвидность, және осы төменгі жақтар бізде ликвидность болған. Яғни ең біріншісі мына жерден бізде баға түсті. Осы моменттерде әлі де стоп-лосстар жиналып тұрған еді. Мен осы стоп-лосстарды көріп, ең бірінші кіретін точка входаларды енді іздей бастаған. Точка входа бізде мына үстіңгі ликвидность алған соң біріншісін көрдім. Одан кейін келесі бізде мына жерде ликвидность алынды. Яғни бұл жерде стоппен кетті. Яғни без убыток. Бұл жерде мен половинасын фиксация жасадым. Келесі трейдқа мен уже кіре алмадым. Себебі бұл кезде мен рынокта болмадым. Осы моментте мына осы полный ликвидность шешуді, мына жердегі ликвидностьқа дейінгі движенияны мен алмадым. Одан кейін байқасаңыздар, мінекей бұл жерде крупный бізде ликвидность жиналған еді. Осы ликвидность шешілді. Одан кейін бізде восходящее движение басталды. Келесі сіздерге айтатын, түсіндіретін затым ол бізде имбаланс. Имбаланс айтып кеткенде ол ценовая неэффективность, ол графикте қалай белгіленеді? Графикте ол әрқашан 3 свечамен белгіленеді. Бірінші, екінші, үшінші. Осы свечалардың екі шетіндегі свечалардың фитильдарының арасы. Яғни сіздерге қазір түсіндірем, уайымдамаңыздар. Бұл оңай зат. Яғни крупный таймфрейм. Мысалға,
мына жерде мінеки бізде имбаланс бар. Мынау бізде имбаланс болып саналады. Көбінесе мен имбалансты былай белгілеймін және ортасынан осындай сызық сызамын. Яғни 0,5 тура ортасы. Оны сіздер ішкі настройкаға кіріп, средняя линияны бассаңыздар осылай шығады. Одан кейін өздеріңізге удобно болса, имбаланс деп жазып қойсаңыздар да болады. Имбаланс әрқашан біз осы имбалансқа баға келген сайын біз кішірек таймфреймдерден әрқашан shift немесе слом структуры қарап позицияларға точка входа іздейміз. Яғни бұл жерде менің келесі сабақтарда түсіндіретін бірінші стратегияларым бар. Яғни мен оны қалай қолданамын, қандай мен точка входалар іздейтінім туралы сіздерге келесі сабақтарда айтатын боламын. Яғни қарасаңыздар, міне мынау бізде имбаланс. Крупный таймфреймдарда тағы бізде мына жерде қазіргі моментта мынандай имбаланс бар. Осы имбаланстан бізде мына жерде кішкентай импульс алып үстіге жоғары қарай кеткен еді. Тағы имбаланстар мына жерлерде бізде жоқ. Тағы да басқа таймфреймдарды қарасақ, басқа моменттерді кішірек таймфреймдерге өтейік. Мысалға, мына жердегі бізде имбаланс бар. Имбалансты бізде почти полностью жапқан. Осы моментте бізге кішірек таймфреймдерде, скорее всего, формациялар пайда болған. Сол формациялармен біз нәтижеден лонг ала алатын едік. Тағы да бізде нәтижеге жабылмаған имбаланстар бар. Бұл имбаланстар бізге келесі позиция ашуларға немесе келесі тоқтайтын зоналарға бізге белгі болады. Ең соңғы мен өзімнің қолданған соңғы имбалансым 4 сағатты қарасақ, мінекей мына жерде бізде движение төмен қарай болған еді. Осы жерде мінекей бізде бірінші свеча, екінші свеча и үшінші свеча. Осы үш свеча. Осының ортасында міне мына фитиль мына фитильдің арасын мен осылай белгілеймін және имбалансты тарта саламын. Одан кейін кішірек таймфреймдарға өтем, 1 сағаттық. Яғни мына жерде байқасақ, бізде осындай движение болған. Ең алғаш бізде мына жерде ликвидный шешілген, оған қоса имбаланс болған. Осы арқылы мен кішірек таймфреймдардан бағаның төмен қарай кететінін прогноз салатын едім. Яғни мына жерде мен кішірек таймфреймдардан слом структура күтем. Осы жерден стоп-лосты за хай, мына жердегі хайға қойып, стоп-лосты осы төменгі ликвидность қарай дейін немесе басқа да бір белгілі бір блоктарға дейін мен сделканы тарта аламын. Бізде тағы да ликвидностьті екі түрге бөлсе болады. Олар internal и external. Internal дегеніміз ол бізде ішкі ликвидностьтар. Көбінесе ол бізде рейнджта болады. Және де үстіге немесе төмен қарай бағытталған трендті, восходящий немесе нисходящий да ол бізде бола алады. Яғни internal ішкі, external сыртқы. Ішкі дегеніміз қалай? Қараңыздар, восходящий движениедағы бізде internal ликвидностьтарды шешкен моменттар. Мысалға бізде мына жерде зарождение тренда болды. Осы моментқа дейін мына жерде бізде ликвидность. Осы ликвидностьті шешіп, баға ары қарай үстіңгі новый хай жасауға кетті. Одан кейін тағы да бізде мына жерде ішкі ликвидностьтар болды. Осы ликвидностьті шешіп, баға қайттан новый хайға кетті. Осылайша бізде бірнеше order flow болуы мүмкін, кішірек таймфреймдерде болуы мүмкін. Осыны біз баға internal, яғни ішкі ликвидностьтен сыртқы ликвидностьқа дейінгі движение деп осыны айтады. Тағы да бізде осындай движениялар, боковое движенияларда болады. Боковое движениялар қалай торговаться етіледі? Осы видеода да айтып кетемін. Қараңыздар, мына жерде боковое движение пайда болды делік, яғни рейндж. Бізде бұл жерде главная цель неде? Главная цель бізде рейнджін үстіңгі жағынан сату, төменгі жағынан сатып алу. Ол бізде қалай орын алады? Бізде мына жерде мынау бізде сыртқы ликвидность деп санайық, яғни external liquidity. Осы ликвидностьтарға келген кезде бізде реакция болады.
осы жерден біз кішірек таймфреймдардан смена структура, яғни кішкентай структураның өзгеруін қарап, біз осы жерден төмен қарай позиция саламыз. Осы кезде бізде тағы қандай моменттер бар. Мына жерде байқасаңыздар, бізде ликвидностьтер шешілмеген. Осы ликвидностьтер бізде внутренний ликвидность болып саналады. Яғни баға не істеуі мүмкін? Баға осы жерден былай келіп төмен ұсап үстіге қарай шығып, бізде сыртқы ликвидность шешеді да, структура өзгерте бастайды. Осы жерде біз өзіміз білетін инструменттармен және де стратегиямен біз бағаны шарт етеміз, яғни сатамыз осы моментте. Одан кейін баға төмен қарай түскен соң ликвидностьтер шешеді ғой. Ликвидностьтер шешеді. Одан кейін сыртқа шығады. Ликвидность тоже жинайды сыртқы ликвидностьті. Қайтадан осы жерден бізде формация жасау керек. Осы формациямен біз қайтадан келесі бір имбаланс немесе тағы да бір осы жерде қалқаған ликвидность және де үстіңгі біздің зонаға дейін біз сделкаларды ала аламыз. Мысалға, мына жерді байқайық. Қарасаңыздар, мен мына жерді рейндждің үстіңгі жағын, аның ең төменгі жағы деп алдым. Осы моментте бізде не болды? Бізде міне формироваться етілді рейндж, одан кейін баға девиация жасады. Ең біріншісі осыдан бастап мына ішкі ликвидностьті шешті де қайтадан девиация жасауға кетті. Осы жерден тоже бізде ликвидность, яғни мына зонаның ликвидностьті тағы да мына жердегі блоктардан реакция алып, баға формация жасап, структурасын өзгертіп, кері төмен қарай түсті. Бағаны айтып кеткенімдей, мына жерде бізде көптеген ликвидностьтер болды. Тағы да осындай сигналдарға байланысты біз әрине шорт жасауға прогноз жасай аламыз. Осылайша баға бізде төмен кетіп, сыртқы ликвидностьті шешті. External liquidity, внешний ликвидностьті алып, қайтадан бізде баға үстіге кетті. Осы жерден бізде уже слом структуры полностью басқа да сигнал болды. Крупный таймфреймда оны келесі сабақта айтам, яғни ол маркет сайферға байланысты. Осы жерде бізде баға үстіге шығып, осы рейнждан уже баға басқа структура, яғни восходящийға өзгерді. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.